Сәлем етіп тыңдармандар, бүгін сіздерге жаңа әңгіме оқып беретін боламын. Осы жазғанымды барлық аналар оқып, қыздарына мықты тәрбие берсе екен деп қиналсам да жазып отырған кейіпкермін. Жақында ғана осы оқиғаның әсерінен асқар тауып әкемнен айырылдым. Әлі де әкемнің топырағы кеппеді. Анамның көз жасы мен қарғысы әлі де басылар емес. Бақытты отбасының бірі болдық. Марқұм әкем өте мейірімді, ақ көңіл жан еді. Отбасы үшін өмір сүрген еңбекқор. Адалдығымен біздерді өсіріп, қалаған мамандықтың иесі болдық. Мен үйдің үлкенімін, жалғыз інім болды. Әкем жалғыз, тұяғым деп төбесіне көтеруші еді. Жалғыз ұл болса да, үнемі ақылын айтып, еш уақытта жалғыз інімнің теріс қылығын көрмедім. Інім қаржы бухгалтер оқып, банкте менеджер болып жұмыс жасады. Мен әлде қашан тұрмысқа шығып, отауым бөлек болды. Мереке сайын әке-шешемді құттықтап келіп тұрамын. Сол кезде ініме бәріміздің айтатын сөзіміз: қашан келін әкелесің деуші едік. Інім сондай сабырлы, тұйықла болды. Өзім де әрекеттеніп, құрбы таныстарды, сіңілдерді сұрап, ініме талай рет таныстырсам, ешқайсысымен ашылып сөйлеспей. 2026 жыл інім біздерді шақырып, ақпан айында үйленем, жаңа жылда Түркістанға жолдастарымен қыдырып барғанда бір қызға көзім түсті, ұнаттым. Бір ай болды сөйлесіп жүрміз, деп қуантты. Әкем байғұс қатты қуанды. Бәрекелді, менің ұлым жарады, келінді боламын деп туыс-туғанның бәрінен сүйінші сұрап үлгерді. Бізде дайындық өте қысқа уақыт болды. Сол қысқа уақытта әлгі қыз ініме iPhone алдыртып үлгеріпті. Содан біздер болашақ келіннің әке-шешесіне телефон арқылы сөйлестік. Құда-құдағи арасындағы алыс-берістер үшін. Олар да барлығына келісіп, тек қызды алып қашсаңдар, ұзатуға жағдайымыз жоқ, деп өз ауыздарымен айтқасын, бізде ешқандай жаман ой болмады. Тойхана, басқа да тағатын алтындарына барлығына қаңтар айында қарызданып дайындалдық. Жалғыз ұл тойымызға жақсы өту керек. Күні-түні дайындалдық. Қыз өзі айтқан уақытта інім жолдастарымен Түркістанға жолға шығып кетті. Мына жақта біздер жол амандығын тілеп, дастархан дайындап, келінді күтумен болдық. Енді күтумен болған біздерге белгісіз нөмерден телефон шалды. Өзін ровд адамы екенін айтып, ұлыңыз толық аты жөнін айтып, үстінен шағым түсті. Шағымды бойжеткен түсірген, алып қашу бабымен істі болды деп хабарлағанда, әкем байғұс тұрған жерінен құлады. Сол жерде бәріміз у-шу болып, абдырап қалдық. Әкемді жедел жәрдем алып кетті. Өзімді қолға алып, қыздың әке-шешесіне шығып, неге інімнің үстінен арыз жазылды? Дәл қазір мына оқиғадан әкем инсульт алды, деп айғайладым. Сонда қыздың әке-шешесі: біз ештеңе білмейміз, қызым өзі біледі, ештеңенің басы қасында жоқпыз, деп телефонды өшіре салды. Сонда біздің бір ай бойы сөйлескеніміз қайда? Бір iPhone үшін інімді істі қылып, қандай абырой таппақшы? Туыс бауырлар арқылы ортаға адам салып, арызды кері қалдырту үшін ақша беріп, інімді уақытша изолятордан шығарамын дегенше әкем өмірден өтті. Екі ортада шырылдап жүргенде асқар тауып әкемнен айырылып қалдым. Қайдағы бір алаяқ қыздың кесірі інімнің өмірін ластағаны аз болғандай, әкемнің өмірін жалмап кетті. Әлі де әкемнің өмірден ерте кеткеніне сенгім келмейді. Ұлының үйленгенін қатты көргісі келген әкемнің қандай кінәсі бар еді? Анам байғұс әлі де көз жасы құрғамай, әлгі қыздың қарғауымен жылап жүр. Інімнің де енді үйленуге беті қайтып қалған. Ол қызды шын жүрегімен сүйген еді. Неге қыздар ойланбайды екен? Алының да өтеуі бар. iPhone үшін бір отбасын ойран етіп жүрген қаншама жандар ертеңгі күніне жауап бересің. Анамның көз жасы енді ол қызды бақытты ете ме? Үйіндегі әке-шешесі кінәлі. Неге тойдың бәріне келісіп, болар күні түк білмегендей отыр? Таң қалатыным, қазіргі қыздар жігіт iPhone әпермесе жүрмейді. Көп нәрсе жазғым келді, әттең ораза айы, ауыр сөздер айтып пынаға қалғым келмейді. Осы оқиғамды басқа да адамдар оқып, ой түйсе екен деген ой.